Шайды қай кезде ішуге болмайды? Бізде көп отбасыда шай ішкенде уақытта орында талғамайды. Кез келген тамақтан бұрын да кейін де іше береді. Алайда дәрігерлердің кеңесі бойынша оңды-солды шай іше беру денсаулыққа зиян. Мысалы, кей адамдар үшін шай ішпеген жақсы, немесе күнделікті пайдаланатын сусындар тізімінен алып тастаған абзал. Жүкті әйелдер үшін шайды өте аз мөлшерде, мүмкін болса тіпті ішпегендері дұрыс. Шайдың құрамындағы кофеин іштегі ұрықтың дамуына кері әсер етеді. Жапон зерттеушілерінің дерегі бойынша 5 шынаяқ қою шайдың құрамындағы кофеиннің мөлшері іштегі баланың салмағының жетпей туылуына себеп болады екен. Ендеше шайды қай кезде ішуге болмайды? Соған тоқталайық. Аш қарынға шай ішпеңіз. Ас қорыту жолындағы ішкі мүшелер шайдың кесірінен зақымдануы мүмкін. Шайды өте ыстық кезінде ішуге болмайды. Ыстық шай ауызбен жұтқыншақты ас қорыту жолдарын күйдіреді. Шайды суып қалған күйінде ішуге болмайды. Ондай шайдың кесірінен қақырық тұрып қалуы мүмкін. Шайды тым ащы қылып ішпеңіз. Ол денсаулыққа зиян. Егер түн уақыты болса, ұйқыңыз келмей, басыңызды ауыртуы мүмкін. Дәрі-дәрмек қабылдаған кезде шай ішуші болмаңыз. Себебі шай құрамындағы заттар ыдырағанда пайда болатын таниннің әсерінен дәрі сіңімділігі төмендейді. Ол дәрінің күшін жояды. Тұрып қалған шайды ішуге болмайды. Негізінде шайлар демдегеннен 20-30 минуттан кейін өзінің құрамындағы заттармен қышқылдану процесін бастайды. Хош иісті заттармен пайдалы деген құрамдас бөліктері жарамсыз болып қалады. Қайта-қайта демдеген шайдың пайдасы жоқ. Керісінше зияны көп. Алғашқы рет демдеген шайдағы пайдалы заттардың жартысына жуығын алсаңыз, екінші рет демдегенде 30%, үшінші рет демдегенде 20%, ал одан кейінгісінде 10% пайдалы заттарды ала аласыз. Көп мөлшерде ішуге болмайды. Әсіресе қара шайды көп ішу ағзаға зиян. Сондықтан күнделікті қалыпты мөлшерді сақтаған жөн. Қалыпты мөлшер ащы емес шайдың 4-5 шынаяғы болу керек. Тамақтан соң бірден шай ішпеген жөн. Ішкіңіз келсе жарты сағат күтіңіз. Өйткені шай құрамындағы танин, протеин мен темірдің қатқылдануы тағам сіңімділігін төмендете түседі. Ал сіз қаншалықты көп шай ішесіз? Комментарийге жаза кетіңіздер. Видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің оп-оңай болмашы әрекетіңіз бізді жаңа әрі пайдалы видео шығаруға шабыттандырады. Аман сау болыңыздар.